Барлығымыз темекінің зиян екенін білеміз. Қалай темекі бізге зиян тигізеді? Темекі құрамындағы ингредиенттер организмге түскенде не болатынын, сонымен қатар темекіден бас тарту организмге қандай пайда алып келетінін көрейік. Әр темекі түтінін жұтқан сайын 5 мыңға жуық химиялық элементтер организмге түсіп отырады. Ең бірінші зиян келтіретін қара жабысқақ сымалы жаймен тіс пен деснаны жауып бастайды. Тісті эмальді зақымдап, ең соңында кариеске алып келеді. Уақыт өте мұрындағы нерв талшығын зақымдап, иіс сезудің төмендеуіне апарады. Тыныс алу жолына және өкпеге түсіп, инфекцияға шалдығуға бейім қылып, созылмалы аурулар, бронхит және де эмфиземаға алып келеді. Ол бұған тыныс алу жолын тазалап тұратын кірпікшелерді зақымдау арқылы шалдықтырады. Сонымен өкпе мен қан ортасында газ алмасуға қатысатын альвеоланы токсикалық газбен толтырады. Токсикалық газ моноксид углерод мембрана арқылы қанға өтіп, гемоглобинмен байланысады және де оттегін ығыстырады. Өз кезегінде оттегілік ашығу, яғни одышка пайда болады. 10 секунд ішінде қантамыр миға стимулятор никотинді жеткізеді. Ол өз кезегінде дофамин, эндорфин және де басқа нейромедиаторларды бөліп, адамға жайлылық, керемет сезім беріп, тәуелділікке алып келеді. Қантамырды тарылтып, ішкі қабатын зақымдайды, қан ағысын баяулатады. Бұл эффект қантамыр қабырғасының тарылып, қанда тромбоциттердің жабысқақтығын арттырып, тромбтың түзілуін жоғарлатады. Бұл өз кезегінде инфаркт, инсульттің пайда болуына жағдай жасайды. Көптеген химиялық элементтер ДНК-ны мутацияға ұшыратып, рак жасушаларының пайда болуына алып келеді. Сонымен қатар басқа да органдарды зақымдайды, көздің көру қабілетін төмендетеді, сүйектердің сынғыш болуына алып келеді. Әйелдерде жүкті болу қиындап, еркектерде эректильді дисфункцияға шалдығады. Темекіні тастағаннан кейін 20 минут өткен соң жоғарылаған жүрек соғысы, қан қысымы төмендей бастайды. 12 сағаттан кейін угарникасы төмендеп, қан айналымы жақсарады, органдарға кислород бара бастайды. 2 күннен кейін иіс, дәм сезу қайта қалпына келе бастайды. 1 ай өткен соң өкпе жұмысы жақсарып, жөтел, одышка азаяды. Бірнеше аптадан кейін тыныс алу және де өкпеде кірпікшелер қалпына келе бастайды. 9 айдан кейін инфекцияға төзімділік жоғарылайды. 1 жылдан соң қантамыр жұмысы жақсарып, жүрек жеткіліксіздігі төмендейді. 5 жылдан кейін тромбтың түзілуі бірден төмендеп, инсультқа қауіп біртіндеп азая бастайды. 10 жылдан соң өкпедегі рактың пайда болуы 50%-ға дейін төмендейді. Оның себебі ДНК қайта қалпына келе бастайды. 15 жылдан соң жүректің ишемиялық ауруына шалдығу темекі шекпейтін адаммен бірдей қалыпта болады. Бірақ темекіні тастау оңайға түспейді, әр адамда әртүрлі өтуі мүмкін. Никотин жетіспегендіктен адамда мазасыздық, депрессия орын алуы мүмкін. Бірақ та мықты денсаулық үшін темекіні қоюға болады.